Армыс ағайын, біз бүгін Қазақстан концерт залындамыз, және менің қасымда өздеріңіз көріп отырғандай Қазақстанның балбармақ белгілі күйшісі, қазанғап күйлерін жалғастырушы, жеткізуші Еділ Басығараев ағамыз бар. Бұл кісі мәдениет саласының үздігі, Қазақ ұлттық өнер университетінің доценті, және осы орталықтағы халық қазынасы ұлттық өнер музыка орталығының солисі. Еділ аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Біз осы жобамызда үнемі қазақтың әндері, күйлері, жырларының аңыздары мен тарихтарын беруге тырысамыз. Сондықтан сіз қазанғап күйлерін орындайтын бірден бір азамат болғандықтан бүгін Шынаяқтастар деген атақты күй бар, Қазанғап атамыздан қалған. Сол күйдің тарихын естісек деп едік. Бәрекелді. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын, күйшілер қауым. Сіздердің мынау қойып жатқан бағдарламаларыңызға халықтан риза. Сол сәттілік тілейміз сіздердің жұмыстарыңызға. Мына қазақтың күй өнерін, терме жырларын осындай елімізге осындай жолмен таратып, түкпір-түкпірдегі қазақ халқы, басқа да елдің өкілдері тыңдауға бірден бір осындай себеп, сіздердің осындай каналдарыңыз оң болсын, еңбектеріңіз жана берсін. Ал енді Қазанғап бабамыз ол 1854 жылы дүниеге келген, ал 19 ғасырда ол кісіден көптеген шәкірттер қалған. Сол шәкірттерінің шәкірті біздің әкелеріміз, Бақыт Басығараев деген кісі әкеміз. Сол кісінің орындауында Шынаяқтастар деген күй бар еді. Тағы да бірнеше күйлер тұстап кетті. Соның ішіндегі Шынаяқтастардың ол шығу тарихы Қазанғап бірде қонақта отырып, Үсен төренің үйінде дейді. Сол үйде үлкен дастархан жайылады. Сол дастархан басында осылай күйдің тарихын айтып, әңгіме дүкен құрып, күй тартып отырады. Сол кезде шай құйып отқан сол үйдің бірде келіні дейді, бірде қызы дейді, әйтеуір шай құйып отады. Сол шай құйылған кесе бірде қараса шай құйылмай қалыпты. Сол күйді тартып отырып, күйдің әуенін үзбей оң қолымен кесеге көрсеткен екен. Күй тартып болғаннан кейін үй иесі Үсен төре айтады: Қазанғап жан, мынау жаңадан шыққан күй ғой. Бұрын соң естімеген сияқтымын деп. Сонда Қазанғап айтыпты: бұл күй шынымен де жаңадан шықты. Төре, өзіңізге арнадым, осы елге арнадым, қонақ жайлықтарыңызға арнап тартып жатырмын деген екен. Онда бізге арнап тартсаңдар, онда мен атын мен қояйын. Маған арнап тартып жатырсың ғой. Атын мен қояйын. Мына замандасыңыз Шынаяқтастады ғой. Бұның аты Шынаяқтастар болсын деген екен. Содан қалған күй Қазанғаптың Шынаяқтастар күйі. Ой, бәрекелді. Сол кезде жаңағы үйдің келіні ойбой бетім-ай деп шайын құя берген екен. Сонда ғана түсінген ғой. Күйдің деймді қасиеті қандай, ешқандай сөзсіз бір ғана әуенмен, емеурінмен танытып тұр ғой. Емеурінмен танытып, қолымен кесеге көрсетіп отыр. Бәрекелді. Осы күйді тыңдайық онда.
бәрекелді аға, көп рахмет сізге. Бал бармақтарыңыз ешқашанда талмасын, домбыраның, қасиетті домбырамыздың шанағында жорғалай берсін. Әумин. Алла ғұмыр берсін сізге деймін. Қазақтың осынау күй өнерін насихаттап жүрген Алла сіздерге қуат берсін. Алдағы уақытта Қазанғап атамыздың басқа да күйлеріне арнайы бір жобамызды арнаймыз. Ал көрермендер, сіздер біздің осы жобамызға қатысты пікірлеріңіз болса комментарийге жаза кетіңіздер және арнама жазылып отырыңыздар. Аман болыңыздар.